Кейде кейбір адамдар ренжіп жатады. Шамамыз келгенше балаларымызға жақсы тәрбие берген едік. Бұндай жаман нәрсені үйретпеген едік. Білмеймін, бұл бала кімге тартты, неге бұлай болып кетті деп ренжіп жатады. Бірақ қарап отырсақ, баламыздың дұрыс болуына тек қана тәрбие емес екен, рөл атқаратын. Біздің ішкен жеген тамағымызда рөл атқарады екен. Ертеде бір әйгілі ұстаз, имам, сол кісіден шәкірттер сұрайды, осындай кейбір адамдарды қарап отырсақ, осындай балалары осындай десе, неге десе, айтады екен, ол харам тамақ жесе, аш жесе, содан сондай балалар туылады дейді екен. Содан шәкірттерінің бірі басқа шәкірттерге айтады екен, байқайсыздар ма, ұстаздың біраз баласы бар, бірақ соның ішінде біреуі пасық дейді. Пасық деп күнәні ойланбай жасай беретін, халал харамға көңіл бөлмейтін адамды айтады. Сондай, неге сонда қалай болды? Бұл ұстаз, өте әйгілі ұстаз, тақуа, бұны бәрі бұл кісі біледі, баласы бұндай, бұл қалай болды? Дейді да, бір күні шыдамай жаңағы ұстаздан сұрайды, ұстаз, сіз осылай айтқан едіңіз жауабын, бірақ біз сіздің бір балаңыздың пасық екенін көріп жүрміз. Бұл не дегенде жаңағы имам күрсініп былай деген екен, бірде дейді, халық маған келіп жиналып былай деді. Ана әкім, енді ол кезде әмір деп атайды, сол зорлық зомбылық көрсетіп жатыр, халықтың малын тартып алып жатыр, дүниесін тартып алып жатыр, неге барып айтпайсың деп. Қазір айтады ғой, қазіргі кезде де имамдарға, сендер неге айтпайсыңдар, сендер бүйтпейсіңдер деді. Содан болмағасын бардым дейді, әмірге бардым, әмір мені жақсы күтіп алды дейді, дастархан жайды дейді. Сөйтіп дастархан басында мен оны білем дейді, естіп жатырмын зорлық зомбылықтарын, сол себепті мен оның дастарханынан дәм татпай қойдым дейді. Тек қана су алдырып, су ішіп отырдым, мен суды ешкім тартып алмайды біледі. Сол кезде жаңа бір әмір маған тесіліп қарап отырып алды дейді, амалсыздан дастарханнан бір түйір тағамды алып аузыма салып қойдым дейді. Сосын алып тастарымды деп едім, тесіліп қарап отырған соншалықты амалсыздан шайнап жұтып қоюға тура келді дейді. Сол түні дейді, білмеймін неге екенін, өзімде бір шахуат пайда болды өзімде дейді, сөйтіп жұбайыма жақындасып, кейін мына осы балам дүниеге келді деген екен. Міне, яғни үлкен уәли адамдар, әулие адамдар, ғалым адамдар өміріндегі болып жатқан барлық келеңсіздіктерді, тіпті баласының қандай болғанын бәрін себебін біліп отыратын болған. Айналып келгенде, жақсылық жасасаң өзімнен, жамандық жасасаң өзімнен дейді ғой. Сол сияқты екен. Сол себепті құрметті ата-аналар, шамамыз келгенше адал тамақ жейік. Қазір байқаймыз, ешкім адал арамға көп адам мән беріп жатқан жоқ, бірақ шын мәнінде негізінде адал арам үлкен рөл атқарады. Тіпті біздің ұрпағымыздың қандай болып кетуіне де рөл атқарады екен. Аман болайық, бай болайық, бар болайық.